Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай печеньелер жасайтын боламыз. Құрамына көп затты қажет етпейді және тез дайындалады. Құрамына керек заттардың мөлшерін видео астындағы сипаттамада жазып қалдырамын. Барлық өнімдердің температурасы бөлме температурасындай болу керек. Қамыр иленгеннен кейін тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Әрі қарай формаға келтіріп алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Печеньеміз де дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі рецептте кездескенше.